Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Балнұр. Видеом ұнап жатса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Келесі жолы шыққан видеомды бірінші болып көре алатын боласыздар. Ендеше сіздерге енемнен үйренген әдіспен, яғни еттің қамырын суға емес, қайнаған еттің сорпасына илеу құпиясымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен қайнаған еттен көбікті жақсылап алып, сорпадан құйып алатын боламыз. Еттің сорпасынан, яғни майы мен сорпаны араластырып, бір ыдысқа құйып, жарты сағатқа суытып қоятын боламыз. Мінекей достар, осылайша қажетті көлемде сорпаны алып дайындап алдым. Салқын жерге қойып, сапырып суытатын боламыз. Мінекей арада жарты сағат өтті. Қажеттілігімізше ұнды алып, оған шамалы мөлшерде тұз салдым. Себебі қайнаған еттің сорпасында тұз әдемі болады. Сол себепті кішкене ғана тұз салдым. Бір жұмыртқа қостым. Сіздер де жұмыртқа қоссаңыздар да немесе қоспай сорпаның өзіне елесеңіздер де дәмі өте керемет болып шығады. Сорпада қамыр езілмейді. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Үй ішіне ұнайды деген ойдамын. Ұнаса арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Неке осылайша қолдың көмегімен жақсылап басын біріктіріп, күлшені дайындап алдым. Күлшеміз дайын болып қалды. Видеоларым ұнап жатса, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей күлшеміз жақсылап басын біріктіріп, осылайша илеп алатын боламыз. Иленген қамырымызды 10-15 минутқа пакетке кигізіп қойып қойсаңыздар болады. Қамыр жақсылап басы бірігіп тынып тұратын болады. Мінекей 10 минутқа бетін жауып қойып қойдым. Қазір оқтаудың көмегімен әдемі болған күлшемізді жаятын боламыз. Күлше өте жұмсақ, әдемі, майлы болып шығады. Оған көп мөлшерде ұнның қажеті жоқ. Бастапқы кезде шамалы ұн сеуіп, қамырды жайып алатын боламын. Одан кейін қамырға ешқандай ұн салмай жая берсеңіздер болады. Қамыр жабыспайды, я езілмейді. Керемет әдіс, сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Неке осылайша оқтаудың көмегімен жақсылап барлығын әдемілеп, жиектері қалың болмайтындай осылайша бір тегіс жайып алатын боламыз. Әсіресе екі шетін осылайша барынша бірдей қылып, қалың болып кетпейтіндей жайып алатын боламыз. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай әдемі күлше пайда болып жатыр. Мінекей осылайша қолдың көмегімен бір тегіс осылай жайып шығатын боламыз. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай бір тегіс жұқа да қатты қалың да емес, әдемі еттің күлшесі пайда болды. Сіздерде жасап көріңіздер, үй үшін қуантыңыздар. Керемет болып шығады деген ойдамын.
Осылай дайын болған қамырды бірнеше күнге немесе бірнеше айға морозильникке салып қатырып қойсаңыздар да болады. Өте керемет әдіс. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей жұқалығы да қолмен ұстағанда әдем болып көрінеді. Мінекей қазанға салған кезде де бір-біріне жабыспайды. Арасына ұн салмастан кестім. Ешқандай жабыспады. Сорпада әдемі қайнайды. Үлкендер әсіресе сүйсініп жейді. Қамырды суға илегеннен көрі осылайша еттің сорпасына илеп те көріңіздер, бұл әдісте өте керемет болып шығады. Мінекей күлшелердің арасы ешқандай жабыспаған, арасында ешқандай да ұн жоқ. Керемет болып суда қайнап жатыр. Мінекей достар, әдемі болып шыққан еттің қамырын осылайша сүзіп алып, жақсылап дайындайтын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, үй үшін қуантыңыздар. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.